Сәлем достар, әр ел өзінің тарихы, салт-дәстүрі және әдет-ғұрыптарымен ерекшеленеді. Адамның туып өскен жері оның өмірлік көзқарастарына да тікелей әсер етеді. Солай бір елдегі салт-дәстүрі тұрсын, дәмді бір деликатес тағамы басқа елде сұмдық, жүрек айнытар тағам болып көрінуі мүмкін. Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін біз әлемдегі ең жиіркенішті, әрі сұмдық болып көрінетін тағамдарды назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі видеомызды мексикандық тағамның түрінен бастайық. Қандала немесе көпшілікке клоп болып танылған жәндікті Мексикада тамаққа қосып жеуді аса қатты жақсы көреді екен. Енді қандаланың жағымсыз иісі бәріне таныс шығар. Жоқ, әрине, жәндікке бұл жерде ешқандай сөз жоқ қой. Бұл жағымсыз иісті қандала тек қорғаныс үшін қолданады. Ол солай жаратылған. Бірақ оны жеу, есіңізге қандала қоңыздың иісін түсіріп көріңізші. Енді тағамда оның дәмі қандай болушы еді? Ал мексикандықтарға дәлі сол жағымсыз дәммен иіс ұнайды екен. Олар қандалаларды қуырып, соус жасап, такоға қосады және тауық паштетімен араластырып жейді. Сонымен қатар бұл жәндіктерді Африкада және Вьетнамда тағамға қосады. Жапониялық шиокара. Жапон тағамдары мен теңіз өнімдерін синонимдер деп те айтсақ болады. Сондықтан жапон дастархандағы сұмдықтардың көбі судан ауланған өнімдер болып келеді. Әрине, шиокара суши сияқты атақты тағамдардың түріне жатпайды. Мүмкін оған шиокара кальмардан жасалған себеп болуы мүмкін. Ол жағын әрине мен нақты айта алмаймын. Бірақ шиокара жай кальмардан емес, сол кальмардың ішкі құрылыстарына маринадталып жасалады екен. Кальмар бір ай бойы ауа кірмейтін жерде өз ішкі құрылыстарында жатады. Су иелерінің ішкі құрылыстары онсыз жиіркенішті тағамдардың қатарына кіреді. Ал енді оны бір айға шірітіп қойса, бұл жерде оның дәмін қандай болатынын өзіңіз де жақсы түсініп отырған шығарсыз достар. Қаннан жасалған құймақ. Бұл тағамның ешқандай қиындығы жоқ дейді Швеция мен Финляндияның азаматтары. Кәдімгі құймақ, жай сүттің орнынан қан. Жаңа сойылған малдың қанынан жасалатын құймақты бұғы не шошқаның етімен жейді. Қанды құймақтың дәмі қаннан жасалған шұжық сияқты дейді. Бұл сұмдық тағамды ұнатушылар. Қуырылған құмырсқалар. Мексика, Колумбия, Австралия және Африкада желінетін бұл жәндіктер әлем бойынша желіну жағынан шегірткелерден кейін екінші орында тұр. Колумбияда адамдар жаңбырлы күндері құмырсқалардың илеуін аңдып тұрады. Өйткені олар су үшін ішінен ағып шыға бастайды. Кейін олар құмырсқаларды аулап, жапырақтарға орап, оттың үстіне қуырып жейді. Бұл елде тіпті қуырылған құмырсқаларды кинотеатрларда попкорн орнынан сатады екен. Ал Австралияда тәтті шырынмен қоректенетін құмырсқаларды жай қытырлатып жей береді. Мұндай дайындалмай жеу әдісі Африкада да таралған. Ал құмырсқалардың шырынға толы іштері тырсылдап, ауызда жарылғаны көпшілікке ұнайды екен. Тіпті олар бұл жиіркенішті тағам түрін тек сол сезім үшін ғана жейді. Биондеги, Оңтүстік Корея. Кореяда аса таралған тіске басардың бір түрі ол піскен жібек көбелектері. Бұқтырылған немесе суда піскен жібек көбелектерін даладағы сатушыларда, дүкендерде, кафе-ресторандарда, қысқасын айтқанда кез келген жерде кездестіруге болады. Бірақ барлық жерде сатылғанымен кореялық өнімді кез келген ағза қабылдай алмайды. Тіпті кәрістердің өздері бұл тағамды ұнатпай жатқан кездері болады. Жеген адамдардың айтуы бойынша піскен жібек көбелектерінің дәмі жәндік пен резеңкенің дәмі араласқан сияқты. Жабайы аралардан әзірленген печенье. Бұл печеньенің түрі Жапонияның жаңа сұмдық әзіріне кіреді. Себебі ол аса көне рецепт болып саналмайды. Оның құрамын көз қырымен қарасаңыз да біле аласыз. Ол күріш ұннан жасалып, жабайы аралармен толықтырылады. Иә, біздің печеньелеріміз әлде қайда жақсы екен. Егер келіссеңіз, лайктарыңызды басып отырыңыз. Өзіміздің печеньелерімізді ұнататындар қанша екенін көріп жіберейік. Ал Камбоджадағы бұл жиіркенішті тағам түрі кез келген адамда құсу әсерін тудыра алады. Ол әзірленіп, не дастарханға әдеміленіп қойылатын тағамдардың қатарына жатпайды. Бұл құрттарды адамдар тірідей жей береді. Құрт жеуді ұнатушылар қураған ағашты біраз уақытқа суға салады. Кейін оның ішінде құрттар пайда болған соң, ағашты жарып, ортасынан өздеріне керегін алып жейді. Уитлакотче немесе жүгері труфелі. Бұл әбден шіріп, көгеріп кеткен жүгері. Иә, сіз дұрыс түсіндіңіз, бұл жай бұзылып кеткен жүгері. Оның көгергені соншалық, ыдыста жүгері жатқанын бірден байқау қиынға соғады.
қай аспазшының ойына бұл тағамның дайындалу келгені белгісіз, бірақ ол сау болмаған сияқты. Неге десеңіз, есі дұрыс адам бұзылып көгеріп кеткен тағамды жеу тұрсын дайындамасты еді. Кокос сүтінде піскен инеліктер. Естеріңізде ме, мектепте терезелердің қасынан инелектерді аулап қыздарды шошытып едік қой. Ал Бали елінде ол мектепте түскі ас ретінде асханада қойылады. Сонымен қатар оны сарымсақпен қурып жейді, ал кейбір кездері оны қатырып балмұздақ ретінде дүкендерде сатады. Міне енді соңғы орынға да келіп жеттік. Перу, Эквадор, Колумбия елдерінде куй атты сұмдық тағам түрі бар. Куй деген қуырылған теңіз шошқасы. Біздің құрлықта теңіз шошқасы үй жануары ретінде ұсталынса, алдында айтылған елдерде теңіз шошқасы арнайы фермаларда өсіріліп, кейін пісіріліп дастарханға қойылады. Жоқ, қазақ халқының асқазаны тұрсын, көзі де мұндай көрініске шыдамайтыны анық. Егер бүгінгі біздің видеомыз сізге қызықты болып көрінсе, міндетті түрде лайк басып, өз достармен бөлісіп кетіңіз. Және дастарханыңызда әрдайым тек халал тағамдар болсын. Ал сізге бүгінгі тағамдардың арасындағы қайсы ең сұмдық әрі жиіркенішті болып көрінді? Біздің ВКонтакте тобымызда осыған арнайы сауалнама өтіп жатыр. Видео сипаттамасындағы және бірінші комментарийдегі сілтемелер бойынша өтіп, өз даусыңызды беріп кетіңіз. Әрине, топқа кіргеннен кейін тіркеліп кетсеңіздер де болады. Өйткені ол жерде қызықты жазбалар күнде көптеп шығып отырады. Тіркелсеңіз еш өкінбейсіз. Ал біздің пазл арнамызды бірінші рет көріп отырсаңыз, онда тіркеліп қасына шыққан қоңыраушаға басып кетіңіз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Сонымен қатар біздің барлық әлеуметтік желілеріміздегі парақшаларымызға тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл!